Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге жаппасай тағамын жасау жолын көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Ол үшін бізге ұсақталып тұрған картоп, ет, пияз, сәбіз керек. Қызып тұрған майға бірінші ұсақтап толған етімізді саламыз. Өз бабында су құймай қуыратын боламыз. Шамамен 15 минут. Келесі қамырын дайындаймыз. Қамырына жұмыртқа, жылы су, тұз, ұн. Жұмыртқамызды араластырып тұзសាламыз да, үстінен су құйып араластырып, ұнымызды саламыз. Сосын қатты қылып қамыр илейміз. Қамырымызды 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қуырылып тұрған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Содан кейін араластырып қуырамыз. 15-20 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. Одан кейін су құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнап тұрған су болу керек. Осылай көбігі шығып, қайнағаннан кейін бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін қазанымызға ұсақтап туралған сәбізімізді салатын боламыз. Осылай бәрін араластырамыз. 20 минутқа қойып қоямыз. Енді біз қамырын дайындайық. Ол қамыр сіздерде қатты болу керек. Және де осындай өте ұсақ бөліктерге бөлесіз. Яғни жайған кезде көлемі қазаныңыздың бірдей болу керек. Осылай бәрін бөліп шыққаннан кейін ұнға аунатып дөңгелектеп аласыздар. Қамырдың көлемі неде бәрі өзіңізге байланысты. Жеке осылай май жағып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай картопты саламыз келесі. Және де барлығы батып тұратындай су құятын боламыз. 15-20 минутқа қоямыз. Дайын болған кезде қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер саласыз. Жақсылап қайнағаннан кейін жайған қамырларды біртіндеп салып шығамыз. Жабыспайды. Қазаныңызды орташа отқа қойып, шамамен 20 минуттан кейін сіздің тағамыңыз дайын болады. Бетіндегі қамырларын тарелкаға салып, бетіне еттерді салмасын салуға болады.